Сәлем достар, қайырлы күн. Сіздермен бүгін лайфхак бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте қарапайым жолмен, әрі тез арада сетканы тазалап аламыз. Яғни ол үшін бізге қатты сахарлап қайнап тұрған су керек және нан сода керек. Сетканы салып жіберіп, осы видеода көргендеріңіздей қасықтың көмегіменен суға батырып отырып, сеткадағы майды тазалаймыз. Міне түйіршіктелген майда-майда майларды көріп тұрсыздар, бетіне шығып жатқан. Губкамен хозяйственный мылоның көмегіменен тазалаймыз. Егер менің YouTube каналым ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сетка толық тазаланбағаннан кейін, мен скрабтың көмегімен хозяйственный мыло жағып алып, сүрттім. Барлығы видеода анық таза көрсетілген. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.